Hayırlı gün. Şeritbектің рецебін ұсынамын. Айтқа пісіріп жатыр. Құрбан айт қабыл болсын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала көп рахмет. Өте дәмді, май сормай, керемет шығады. 500 грамм ұн, шым тұз, осыны жауып аламыз. Сүтті шетінен көз мөлшермен қойып, аздап қатылауға бейнейміз. Нәтижелі сүтіме де примерно 300 граммдай сүт. Ереп біткеннен осылай қолымызбен езіп, жаңағы қамырымызға қосамыз. Осылай қосып отырамыз. Өте дәмді. Тек қана сүтке илейміз. Сүтіміз бөлме температурасында болу керек. Қатылауға билеп, осылай жарты сағатқа төңгеріп қоямын. Менде осында эластичный қамыр болды. Осы қамырды кішіректеу қылып неғып тураймыз. Егер де үлкен неғып турасаңыздар 9 штук болады. Мен кішіректеу қылып турадым, 14 штук шықты. Кішіректеу қылып тураймыз. Менің қызым помощница болып отыр. Онда аздап осылай домалақ қылып жаямыз. Керемет болып шығады. Осылай жұп-жұқа қылып жайып алдым. Енді қызып тұрған майға пісіреміз қазір. Мен осылай бірінің үстіне бірінің ортасына шпилек жайып алдым. Осылай үстіне басып отырып, айналдырып отырамыз. Өте дәмді. Міне осылай шарық болып шығу керек. Оқтауға осылай бір қазан осылай асып қоямын. Май ағып, сорғып тұрады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл видеода алай істесеңіздер, өте керемет болып шығады. Қош сау болыңыздар. Келесі видеоға түсіргенше.